Израиль-Палестина қақтығысының 10-шы күнінде күтпеген бетбұрыс болды. Қақтығыстың 3-ші күні-ақ Газаға жерден шабуыл бастаймыз деген Израиль қақтығыстың 8-ші күні ауа райының қолайсыздығы себепті әскеріне ауадан көмек көрсете алмаймыз деп жерден шабуыл жасау операциясын белгісіз мерзімге шегерген болатын. Естеріңізге салсақ, 14 қазан Иран Біріккен Ұлттар ұйымы арқылы Израильге хабарлама жолдаған болатын. Газаға шабуылдар жалғасатын болса араласуға мәжбүр боламыз деп мәлімдеген. Әсіресе Газаға құрлықтан шабуыл басталса, Иран қарап отырмайтынын айтады. Алайда Хамас-Израиль қақтығысы 10-шы күнге кірген кезде ақш президенті Джо Байден керемет мәлімдеме жасады. Байден Израильдің Газаны басып алу үлкен қателік болады деді. Хамастың толығымен жойылуы керек, бірақ Палестина әкімшілігі мен мемлекет үшін бір жол болу керек екенін айтқан Байден, бұл жолы екі мемлекеттік шешім және Америка штаттарының ондаған жылдар бойы ұстанған саясатының арқасында осындай шешімге келгенін айтты. Израильдің жанында тұрған 5 миллион палестиналық үшін қандай да бір шешім бар болу керек екенін айтты Джо Байден. Тіпті Палестинаның тәуелсіз мемлекет болу мүмкіндігін де айтып өтті. Бұл мәлімдемелерді Джо Байден CBS News арнасының 60 минут бағдарламасына қонақ болғанда айтты. Израильдің Газадағы соғыс ережелерін ұстанатынына сенетінін басқа айтқан Байден, Газаның жазықсыз халқының азық-түлік, су және дәрі-дәрмекке қол жеткізетінін де айтты. Осы кезде сіз Израильдің Газаны басып алуын қолдайсыз ба деген журналистің сұрағына Байден, менің ойымша бұл үлкен қателік болар еді. Меніңше Газада болып жатқан оқиғаға экстремистік Хамас ұйымы ғана жауапты. Бұл бүкіл Палестина халқын білдірмейді. Израильдің Газаны басып алуы қателік болар еді. Дегенмен Хезболла мен Хамас сияқты экстремистік топтарды жойып жіберу керек деп өз бағасын берді. Гуманитарлық дәлізді құруды қолдау бойынша ақштың басымдықтарының тек америкалық кепілге алынғандарды құтқару емес екенін атап көрсеткен Байден, қазіргі уақытта ең маңыздысы осы қатыгездікті тоқтатып, жауаптыларды жазалау деді. Журналистің ақш сарбаздарының таяу шығыстағы соғысқа қатысу мүмкіндігіне қатысты Джо Байден былай деп жауап берді. Менің ойымша бұл қажет емес. Дегенмен ол Израильге барлық қажетті қолдауды көрсетуге уәде бергенін де еске салды. Соңғы аптада болған оқиғалар ақштағы қауіпсіздік қатерін арттырады ма жоқ па деген сұраққа Байден бүгін ақш ішкі қауіпсіздік министрлігімен және федералдық тергеу бюросымен кездесу өткізгенін және қауіпсіздік шараларының күшейтілгенін атап өтті. Джо Байден Газада 2 миллион адамға арналған гуманитарлық дәліздің құрылуына қатысты біз мұны қалаймыз. Менің тобым Израильде осы тақырыпта кездесіп жатыр. Біз қауіпсіз аймақты қалай құруға болатынын көру үшін Мысырмен де кездесу өткізіп жатырмыз деді. Бірақ бұл мәселенің оңай емес екенін атап өтті. Хезболла мен Иранға жолдауыңыз қандай деген сұраққа Байден, оны істемеңдер деген күйде істемеңдер сөзін 3 рет қайталап жауап берді. Don't come across the border. Don't escalate this war. That's right. Байден Иран мен Хизболланың шиеленісті арттыратын қадамдардан аулақ болу керектігіне назар аударып, Иранның Хамас шабуылына қатысы бар екен көрсететін нақты дәлелдердің жоқ екенін айтты. Иранның Хамас пен Хизболлаға үнемі қолдау білдірген атап көрсеткен Байден, олар шабуылды алдын ала білді ме, шабуылды жоспарлауға көмектесті ме деген сұрақтарына бұл бағытта әлі ешқандай дәлелдің жоқ екенін айтты. ақш президенті Байден кеше Палестина басшысы Махмуд Аббаспен кездескен болатын. Ол кездесуде Байден аймақтағы серіктестерімен Газадағы бейбіт тұрғындарға гуманитарлық көмек жеткізу үшін жұмыс істеп жатқандарын айтты. Израиль премьер-министрі Биньямин Нетаньяхумен де кездескен Байден бейбіт тұрғындарға азық-түлік және су, дәрі-дәрмек жеткізу мәселесін талқылағанын да айтты. Израиль бастаған қарсы шабуылда палестиналық бейбіт тұрғындар қаза тапты. Тель-Авив әкімшілігі Газада халықаралық деңгейде тыйым салынған фосфор бомбаларын қолдануда. Бұған қоса Израиль газалықтарға азық-түлік, отын, су және электр энергиясын беруді тоқтатқан болатын. ақш ұлттық қауіпсіздік кеңесшісі Джейк Салливан CNN арнасына берген мәлімдемесінде Газадағы палестиналықтардың қауіпсіздікке өмір сүруіне құқығы бар екенін айтты.
ақш мемлекеттік хатшысы Энтони Блинкен Израиль бейбіт тұрғындарға зиян тигізбеу үшін барлық сақтық шараларын қолдануы керек деп мәлімдеді. Блинкен жерорта теңізіне бет алған ұшақ тасығыштарына сілтеме жасап, ұшақ кемелері арандатушылық емес, тосқауылдық мақсатта қызмет етеді деп айтты. ақш мемлекеттік хатшысы Энтони Блинкеннің бүгін Израильге қайта баратыны белгілі болды. Блинкен жұмыс күндері Израильге барып бірқатар кездесулер өткізіп, Вашингтонның Тель-Авивті қолдайтынын қайталады. ақш мемлекеттік департаменті жасаған мәлімдемеде Блинкеннің бір аптадан кейінгі екінші сапар кезінде Израиль басшыларымен пікір алмасатыны айтылды. Хамас шабуылынан кейін аймаққа барған Блинкен соңғы рет Израильден кейін 6 шанақ еліне бірқатар сапар жасаған болатын. Олардың ішінде Сауд Арабиясының мұрагер ханзадасы Мұхаммед бин Салман бар. Сауд Арабиясының тақ мұрагері Газада халықаралық құқықты құрметтеуге шақырып, бейбіт тұрғындарға қарсы шабуылдарды тоқтатуды талап етті. Сауд Арабиясындағы сапарынан кейін Мысырға барған Блинкен Израильдегі кездесулерінде мен мұнда ақш мемлекеттік хатшысы ретінде емес, еврей ретінде келдім деген сөздерін қолданды. Оның сөздері де көпшіліктің көңілінен шықты.